Сәлем достар, жаңа жыл құтты болсын. Сіздер доп ойнаған азар арнасын тамашалап отырсыздар. 3D көзәйнектеріңізді киюді ұмытпаңыздар. Осы бейне роликте сіздер 10 жылдықтың ең үздік трансферлерімен танысасыздар. Бұл тізімге бос, яғни еш ақшасыз келген ойыншылар есепке алынбады. Бұл тізім футболшының бағасы, көрсеткен ойыны, жетістігі және финанстық пайдасы ескеріле жасалды. Ол Ромадан Ливерпульге қосылғанда әлемнің ең қымбат қақпашысы болатын. Алайда ойынымен ол өз бағасын ақтады. Юрген Клоптың командасына шынымен жетпей тұрған бөлшегі осы бразилиялық қақпашы болды. Ол қызылдардың қорғанысы қатты мұқтаж болған сенімділікті алып келді. Және де өткен маусымдағы олардың Чемпиондар лигасының жеңімпазы атануында үлкен рөл атқарды. АПЛ-дегі бірінші маусымында ол 17 матчта қақпасына еш гол жібермей алтын қолғап иегері атанды. Энфилд жанкүйерлері тез арада оның бағасын талқылауды тоқтатты. 2010 жылы Валенсиядан келе салысымен Давид Силва Ман-Ситидің ғана емес, барлық ағылшын премьер лигасындағы жұлдызды футболшыға айналды. Жартылай қорғаушының тез бейімділігі және жан-жақтылығы Ман-Ситидің 10 жылдың ішіндегі жетістіктерінің ең басты себепшілерінің бірі болды. Оны Этихадқа алып келу үшін төленген 29 миллион евроны ол артығымен ақтады. Сіздер оның жеке басының жетістіктерінің аздығына қарамаңыздар, өйткені Силва әрқашан командалық ойыншы болатын. Дәл қазір әлемнің ең қажет етілген футболшысы. Боруссия Дортмунд оны кезінде өте жақсы бағаға сатып алған болатын. Дәлірек айтсақ, ол Манчестер Ситиден 8 миллион евроға келген. Келген сәтінен бастап ол Бундеслигада жарқын өнер көрсетіп, ағылшын ұлттық құрамасының ойыншысы деңгейіне жетіп отыр. Дортмунд қазір Санчоны сатуға дайын. Санчоның қазіргі бағасы 9 сандық суманы құрайды. Дортмунд үшін бұл өте жақсы табыс болары анық. Арнада Санчоға арналған қызық видео бар. Осы видеодан кейін көрсеңіздер болады. 2015 жылы Зидан Тониді командаға жетіспей тұрған бөлшек деп сипаттаған еді. Тони Зиданның бұл сөзін жерге қалдырмай, команданың ойынына бірегейлікті алып келді. 2014 жылы Бавариядан келгелі бері неміс жартылай қорғаушысы Лос Бланкосқа 3 Чемпиондар лигасын және 1 Ла Лига жүлделерін ұтуына септігін тигізді. Ол 29 жасында Европадағы ең үздік ұзын пастың және алаңды тамаша көру қабілетінің иегері ретінде Реал үшін әлі де негізгі рөлді атқаратына еш күмән жоқ. Камп Ноудағы алғашқы бастамасы нашар болғанымен, Марк Андре Тер Штеген қазіргі таңда Барселонаның ең маңызды футболшысына айналды. Соңғы 2 маусымда оның ойыны ерекше мықты болды. Әсіресе каталондықтардың әлсіз қорғанысын ескергенде. Одан бөлек ол аяқпен шебер жұмыс істейді. Оған дәлел ретінде осы Ла Лига маусымында оның атына 2 ассист бар. 2016 жылы түлкілердің қатарында ағылшын премьер лигасының титулының жеңімпазы атанған француздық ойыншы сол маусымда тас қамалда ойын көрсетті. Челси Канте үшін 35 миллион фунт стерлингті аямады, ал Лестер болса оның арқасында керемет пайда жасады. Осы 10 жылдықтағы Атлетиконың ойын стилін есепке алғанда, Диего Годин клубтың ең сенімді іргетасы болды десек асырып айтпаймыз. Уругвайлық орталық қорғаушы Диего Симеонаның мықты қорғанысының маңызды элементі болды. Әр матчты ол негізгі құрамда бастады. 2015-2016 жылы ол Ла Лиганың ең үздік қорғаушысы атанды. Ал Чемпиондар лигасында ол осындай атақты 3 мәрте иеленген. Жазда Атлетико оны бос трансфер ретінде жіберді. 2010 жылы олар оны Вильяреалдан 8 миллион евроға алған болады. Бірақ ол Атлетикода 9 сезон ішінде өз ойынымен бұл суманы артығымен ақтап берді. Годиннің Мадридтегі кезінде ол 2 Европа лигасының жеңімпазы, 1 Ла Лига чемпионы және 2 мәрте Чемпиондар лигасының финалына дейін жетті. Соңғы алтын доп жүлдесін ұтып алушылар тізіміне кірген. Садио Маненің Ливерпуль сапында еш күмәнсіз тамаша өнер көрсетіп жүргені анық. 2016 жылы Сенегалдық Саутгемптоннан Юрген Клоптың командасына келісімен шабуыл шебінің фундаментті ойыншысына айналды. Және де өткен маусымдағы Чемпиондар лигасының жеңісіне ерекше ат салысты. Өткен маусымда Салах, Абамиянгпен қатар премьер лиганың алтын бутсасының иегері атанды. Бірнеше жыл бұрын барлығы оны бір маусымдық құр кеуде деген болатын. Ал қазір 27 жасарлық әлемнің ең сенімді футболшыларының бірі. Және де қызылдарды 1990 жылдан бергі бірінші ағылшын титулына алып келе жатыр. Достар, егер де бұл видео ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің лайктарыңызға байланысты видеоның екінші бөлімін қаншалықты тез шығуы байланысты. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.